сайын мұратбеков мынаның арманы екінші бөлім. Тобылғын аты тағы да біраз өндіре жауып демалуға екінші рет отырғанымызда әжем маған сыр қылғандай іште жатқан бір әңгімесін бастады. Әлгі Әсенбай сенің әкеңнің бетін көрмеймін деп ренжіп жүр, деп торқынан үнмен. Көшенбай да оңбайды. Ол иттің алашағына тиініп қайтады екен десеңші. Осы жаза жүнді жақсы қырыққан үшін колхоз сыйлық жазған екен. Сонысын мына осы жақтан сыртынан қол қойып алып қойыпты ғой. Соны ана менің үйімде жатқанда естіп бұлан-талан боп, біз мына қысы жазы жаны тыныш жүрген еңбек етеміз, ал жаны тыныш жүрген сол сыртымыздан қол қойып алады екен ғой. Мен барып басқармаға арыз етем деп қиғылықты салды. Мен де ұштым өзіне. Ауысқаның сол ма еді? Bir-біріңді сүюдің орнына жебеп қолдауда бүйтем деп бір-біріңе жаууға әзірсің түгел. Көсенбайдан сұрасам, алғаным рас еді. Өйтіп ренжитінін қайдан білейін, дейді. Керегі не десеңші соныкін ал. Ол иттің мінезі де мінез емес, дойыр ғой, дойыр. Bir күні болмаса бір күн үлкен деп сыймай тік келіп бетіне айтып тастаса көңілін қалдырады. Көңіл деген бір қалса жаман ғой. Беу, Құдай-ай, осылардың арасына дәнекер болам деп өлетін болдың ғой. Бәнің емгені бір ананың ғана, менің ақ сүтім еді. Әжем ауыр күрсініп маңдайының терін сүртті. Қабаға кіртиіп, ұрты бұрынғысынан да ортайып, әбден дөңгеленіп кетте отырып қалды. Мәжапия да оңбайды. Түнде ғой әні сен шешеңді қақсатып кетті. Қанша айтамын сол қызы, енді үйің бөлек жансың, жеңгелеріңе абайлап еркеле, екі ортада бауырларыңды ренжіп аталасың деп айтып едім. Құлағына да кірмейді ғой, не қылсын, кешеге істегенін қарашы енді. Тіпті әрі-беріден кейін қақсай заржақ атана дегенсің. Түнде әне сен шешеңде ішіндегісін тегіс сақтады, ал сол жақсы ма? Ең болмаса менің көзім тірі тұрғанда тату болса, мен де өлген соң не болса ол болсын. Құдай ғой мен осылардың тозағына күйдіріп қойған. Ел қайдан білсін, ойбай-ай, ана пәленшенің қарашы жетім жесір боп өсіп еді. Енді әне балаларының түгел түзде ойдағысы ойда шетінен жетілген, болған туылған бақытты жаңған кемпір екен дейді. Ал мен мұн сорлы болсам осылардың интігін білдірмейін деп күндізгісін түзде, түздігісін түзде, ойдағысын ойда тырыштынам. Қайсының үйіне барсам да келіндерім ренжімес екен деп отырамын. Отымен кіріп күлімен шығамын. Мен оларға ене емеспін, жалдап алған бір күңмін. Баяғыда бай ауылдарын жалдап алған сондай күндері болушы еді. Әжем иегі дір-дір етіп кемсеңдеп көзіне іркілген ыстық жасы төгіп алды. Мен сай сүйегім сыржырап, енді аз болса өкір жылағып әжемді бас салуға шақырудым. Тамағыма тас талғандай сөйлей алмайтын емеспін. Сөйтіп әжем екеуміз тобылғында дәу бір арбағып шауып қойып терең сайдың ішінде шер тарқасқызып күн ұясына қонғанша отырдық. Үйге кешкі салқынмен қайттық. Есік алдында әкеп тобылғын түсіріп үйге кірсек, Еселбайдың 13-14 жасар үлкен баласы келген екен. Әжем оны мекірене иіскеп маңдайынан сүйді. Қарап шұғым-ау, жігіт боп өсіп қапсың ғой. Әлгі жаман әкең қайда? Су кітаптарын кеміріп жатыр ма? Неге келмейді деп үсесіне бастырмада сұрады. Сірә бір ай көрмегенге күшігін сағынып қалған сияқты. Қолы тимейді, деді бала. Қолы тимейді деп оның сөзін кекете қайталады әжем. Bir күнгі демалысына осы тұрған жерге машинасымен зыр еткізіп келіп кетуіне болар еді ғой. Осы кезде төргі бөлмеден шыққан менің шешем. Әлгі кіші келініңіз апам демеді еді-ау деп ең болмаса бір-екі кәмпитін де бермепті деп сөзге келіге кетті. Жә, кәмпиті бар болсын, дәм етпеймін, өздері аман болсыншы, деді әжем шешемнің сөзіне мән бермей. Менің шешем мысқылдағанда кекете күлді. Келініңіздің қолы қатты екенін білесіз, әрине дәм етпейсіз. Әжем жартпай оқты көзімен бір қарады да бұрылып әрі қарай өтіп кетті. Сондайда сөз бола ма екен, деді мен ызаға булығып. Ибай, енді қалың жауға да болмай ма? Деп күлген болды шешем. Қалжың, осы қалжыңнан әжеме шаншудай қадалатын ұқсаң ет, апау. Жоқ, әлде өз басыңа келмей ұқпаспысың. Күйіп кеттім, бірақ өз анама не деп қояйын? Бұрындары отынан қайтқанда бір самауын шайды бір өзі дөңгелен әжем бұл күні 2-3 рет шынаяқтан әрі іше алмады. Жүрегім лобып, батпай отырғаным, деді. Бүгінгі күндерден ете жатты. Ертеңіне таңертең шошып оян. Бош шегілік шаққан қайсың? Менің тамағыма қабық кетіп тұрып қалды ғой, деп басын көтерді. Бірақ шегілдек шақпақ түгілі біздің үйде шегілдектің тұқымы да жоқ еді. Төсегінің үстіне отырып қақырынып, жұткірініп, жұтынып әлекке түсі де қалды. Жұтынып жіберсін деп суды әкелдік, бірақ еш көмегі болмады. Ертеңгі шайға әжем ел қатарлы отыра алмады. Дереу дәрігер шақырттық. Әжемнің аузын ашып тамағының ішінен де сыртынан да басып қараған дәрігер әкем мен шешемді оңашалап ап, науқастың жағдайы ауыр, өте ауыр науқас, қылтамақ екенін айтты. Осыдан кейін әжем ауруханаға жатыпты, үйде жатып үлкен ұзақ емделді.
бірақ айығудың орнына науқасы күн саналап күшейе түсті. Әжем тамағына мүлдем ас өтпейтін халге де жетіп әбден жүдеп қалды. Салдырап құр сүйегі ғана қалған еді. Ендігі жерде аузына қара суды тек балғасықпен ғана тамызып отыратын болдық. Біртіндеп әжемнің тіршілігінен де күдер үзе бастадық. Түн баласына күзетіп отыруға тура келді. Әбден әлсіреп түні жеткенін сезді-ау деймін. Көргіні Әсембай мен Еселбайға хабар беріңдер, арыздасып қалайын деді. Дереу байға хабар беріп, таудағы Әсембайға да адам шаптырттық. Түске жақын бір машина боп үйіліп төгіліп бар семьясымен Еселбай, бірер сағаттан кейін бір машина боп Әсембайлар келді. Бәрі кеп жылап-сықтап әжемнің қолынан сүйіп, маңдайынан иіскеп, бала-шағаларымен қоршалай отырды. Әрқайсының сөздерінің арыз-армандарын айтып, ақтық демік қалған аяулы аналарына жаудырай қарайды. Бәрінен де Әсембай бостау екен. Анашым-ау, анашым-ау, арманда кетіп барасың-ау, арманың не, арманың деп бір-екі рет төніп барып жылап-жылап алды. Мен болсам, осы жерде отырып, бозарған әжемнің түріне қарап жылағым келді. Сірә қысылып жатқан болу керек. Сол қысылудан тек күн батар сәтте ғана айықты. Су деді. Мен аузына бір-екі тамшы су тамыздым. Әлденгендей болды, сыбырлап қана. Сыртқа шығаршы, деді. Бәріміз қамы жаулап сыртқа алып шықтық. Жаздың маужыраған желсіз тамақ кеші. Күн ұясына қонуға таяпты. Аспан көк мөлдір. Әжем дәл үйдің іргесіне отырғыз дегенде ишарат көрсетті. 2-3 қабат киіз төсекең өңіректеп отырып, әлсіз қолымен көзінің күннің көлегейлеп төңірекке қарады. Кейін дүниеден соңғы рет бір армансыз қарап қалайын деген сияқты әр нәрсеге шұқшиып қадалады. Арманыңды айтшы апа, деді Әсембай. Арманым бар ғой, деді әжем әнсіз үнмен. Арманым, сендердің татулықтарың. Осы мезетте әлде қайдан алыстан аңырата шырқаған бір ескі әуен естілді. Бәріміз де селт етіп құлақ тостық. Жасөспірім жігіттің ауқымды кең даусы. Талдан тая жас бала, таянбайдай бала бүркі түлкіден аянбайдау деп жаңғырықта созды. Әжем дір-дір ете түсіп, қолын көлегейлеп кей алысқа тесіріп қалды. Мынау бір ескі әуен ғой, біздің жас кезімізде шырқып еді, деді дегбірсіздене сыбырлап. Айтып келе жатқан Нәбиден-ау шамасы, дауысы қандай жақсы еді. Енді көрдік, ауылдың төменгі жағындағы жалғыз аяқ жолмен 2-3 адам келе жатыр. Әнді айтып келе жатқан солардың бірі. Әжем қалдықсызданып отыр. Мынау көшеде ылғи өлең айтып жүретін Нәбиденнің дауысы. Жаңа байқадым. Иегі дір-дір етіп өксік қасып, әжемнің көзі шыққан бір-екі моншақ жас үзіндегі әжем сайлары қуалай бастады. Мұны көріп тұрып бәріміз де егіліп көзімізге жас алдық. Анашым, анашым, деді Әсембай көз жасын жұта демігіп. Күн ұясынан қонған кезде әжемді үйге кіргізіп қайта алып кірдік. Тағы қысыла бастады. Әне жүгіріп кетеді, міне жүгіріп кетеді, минут санамай отырмыз. Күн жарының ауды. Менің әкем екіншісін алып ас бөлмеге кеткен. Әлден уақытта Еселбайдың өтеуге борышым, анашым жан сырым деп жылай әндеткен жуан қоңыр даусы шықты. Менің шешем жүгіріп шығып, ой, әдепсіздер, тыныш деп жекірді. Мен ән бір сәтке басыла қалды. Сәлден соң тағы естілді. Менің әкем мен Әсембайдың бір кез көздері қып-қызыл былаудай болып келіп, әжемнің бас жағына отырды. Ауыздарынан арақ иісі бұрқырайды. Ал Еселбай сол еңіреп әндете жылаған күйі ас бөлмеден шыққан жоқ. Әжемнің тыныс алуы сейреп, ауыр бір алқынысқа айналды. Оның оң қолынан білегіне ұстап отырған Әсембайдың әйелі «Әжетайым-оу!» деп булығып еңіреп жіберді. Еңіреп отырып қайта-қайта еңкейіп қолынан сүйгендей болды. Сөйтіп отырғанда оның ар жағында жүрген Нәржапия кенет аяғын біреу басып кеткендей баж ете түсті. «Аула қары, әпкел, шешемнің жүзін көзім алам», дейді. «Ей қыз-оу, жайыңа отырсаңшы-ау» деп жылай сөйлеген күйінде Әсембайдың әйелі әжемнің қолына тағы еңкейген. Нәржапия оны қағып жіберді. Ұмтылып кеп әжем қолына өз жармасты. Бұл да тағы еңкейіп әжемнің саусағын тілмен жалап, жүздің ар тартып бер тартып бірақ шығара алмады. Мына үлкен қылығын бәріне де қатты батты. Әжем болса ықылық атып ақтық демін алып шығып жатыр. Дереу ұшып тұрып бардым да егеу алып келдім. Әуре боп отырған Нәржапияны ұрысқан қарамастан итеріп тастап жүзіктің бір шетінен ептеп егей бастадым. Жіңішке жүзік біраз егген соң қиылып кетті. Майыстырып әжемнің қолынан шығарып алдым да әйелдердің «Маған бер,
дескендерін қарамастан ашық терезені сытқалақтап жібердім. Біреу желкемді нұқып алды. Әкем екен. Ақымақ, ол алтын жүзік, неге лақтырасың? Деді зекіді. Осы кезде әжемнің қолы сылқ етіп жерге түсіп кетті. Анашым-ау, анашым-ау деген Әсембайдың аш жүні шықты. Үйдің іші азан-қазан, у-шу боп бірімен-бірі көрісіп, лезде басты айналдырып, құлақты тұндырып жіберді. Есік жақта отырған көрші шалмен әкеп әжемнің қол-аяғын уқалап көзін жапты. Зарлап Құран оқыды. Өксігімді баса алмай, жүрегім қысылып далаға шықтым. Жұлдыздар шым-шытырық орын ауыстырып алғандай бір төмен бірі жоғары шығып айқай ұшқыш боп кетті. Тек темір қазық қана қаққан шегедей сол бір орында бедірейіп тұр. Жақырап шолпан туды. Құлан еттіп таң білінді. Үйдегілер тысқа шыға бастады. Әсембайдың әйелі мен Маржапия жарысқа шығып терезенің тұсына кеп жүзікті іздеуге кірісті. Жеңіс жанау, қалай лақтырып едің деп сұрайды менен. Мен жауап қатпай теріс айналып кеттім. Сол сыртынан әлгілегім жарықтыр төрт түлігі сай үрім бұтағының алдында жақсы аттанды. Қарасам әлгі көрші шал екен. Әжемді көргім келді. Үйге кірсем шымылдық құрып оң жаққа салып қойыпты. Әлгіндей кісі құнжынап отырған бөлмеде жан қалмаған. Далаға шыққандар далаға шығып, қалғандары бөлмеде екен. Мен ақырын басып шымылдықтың тұсына келдім. Енді ашуға оқтала бергенде ар жағынан әжемнің ух деп күрсінгенде естілгендей болды. Зәре құтым қалмай ат тысқа шықтым. Қорқып кетіпсің ғой, қарағым, не болды? Не болды? Деді қарсы келген көрші шал. Әжем күрсініп жатыр. Ой, олай бола қоймас, деп көрші шал үйге кірді де тағы зарлатып аят оқыды. Онан соң шымылдықты ашты. Міне, әжең ұйықтап жатыр қарағым, деді. Әжем шынында да әппақ болып созылған, ұйықтаған адамша жатыр. Орта суылған, қабағында жалғыз мен ғана танитын кейістік бар еді.